Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев 1953 жылы 9 ақпанда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бесарық ауылында дүниеге келген. Орта мектепті бітіргеннен кейін еңбек жолын 1969 жылы Жаңақорған ауданындағы Задария кеңшарында жұмысшы болып бастады. 1971-73 жылдары әскери борышын Германияда өтеді. 1977 жылы Алматы халық шаруашылығы институтын экономист мамандығы бойынша бітірді. Бердібек Мәшбекұлы 1977-78 жылдары Қазақ СССР қаржы министрлігінде алғашында экономист, кейін бас экономист, бөлім басшысының орынбасары сынды қызметтер атқарды. 1994-95 жылдары Қазақстан Республикасы министрлер кабинетінде қызмет етті. 1995 жылы Қызылорда облысының әкімі, 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, 2007 жылы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып жұмыс істеді. 2009-2014 жылы Шығыс Қазақстан облысы әкімі қызметін атқарды. Бердібек Мәшбекұлы облысымызды басқарған уақытта өңір экономикасы мен мәдениетінің дамуына тың серпіліс берді. Әсіресе облыс мәдениеті мен спортының дамуына, Өскемен қаласының гүлденуіне, жаңа ғимараттар мен кешендердің салынуына өз үлесін қосты. Атап айтқанда: Абай ескерткіші, Қазақстан тауы, Халифа Алтай мешіті, Шығыс Қазақстан облыстық драма театры, Жекпе-жек сарайы, этнопарк, орталық бассейн, Ольга Рыпакова атындағы жеңіл атлетика манежі, Нұрлы көш, Шығыс ауылы. Шығыс Қазақстан өнер музейінің қорында Бердібек Сапарбаевтың портреті бар. Картинаның авторы Рахметов Рашид Абдуллаевич. Иә, шығыс сағынды Бердібегін, сағынды ел тек қана ердің ерін, жөндеп кеттің жүгенсап жүгенсізді, емдеп кеттің арың мен ел жүрегін. Иә, Алтай сағынды алыптарын, назарында ұстайтын халық қамын. Білесіз бе ақпанның ақ бораны, сіздеп кеше Алтайда салып дәнін.